Сәлем қыздар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай оқтаусыз жасалынатын ең оңай медовик торттың рецептімен бөлісетін боламын. Мен YouTube каналыма кіріп көрсеңіздер, өте көп рецепттер бар, сапалы видеолар. Ал мына медовикке келетін болсақ, өте жұп-жұмсақ, күшті болып шығады. Міндетті түрде жасап көріп, YouTube каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қараңыздар, себебі медовик жасаудағы құпиялармен бөлісемін. Жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Бұл медовик миксерді қажет етпейді. Жұмсақ сары майымызды салып, балымызды құямыз да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Сосын ұнымызды саламыз, аз-аздап. Сода саламыз да жақсылап біркелкі масса шыққанға дейін, осылай болғанға дейін араластырып аламыз. Сосын пергамент қағазы төселген 4 бұрышты пештің формасына жұқалап жағасыздар. Жұқалап жая беріңіздер, себебі бұл қатты көтеріледі. Кремі үшін қаймақ пен сгущенканы араластырамыз. Жақсылап араластырып алып, піскен коржды 4-ке бөліп, осылайынан әрқайсысын жеке-жеке кремді жағып, тортымызды жинаймыз. Бұл аз адамдарға арналған торт. Егер үйіңізде адам көп болса, рецепті 2 еселеп, 2-ге көбейтіп жасауларыңызға болады. Өте ерекше, дәмі де күшті болып шығады. Мен осы медовикті жасағалы бері дүкеннен мүлде сатып алмаймыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер осы рецептпен. Ешқашан өкінбейсіздер.